мынау осы ратификацияның аясында Өзбекстан ғалымдары мен мынау киіктерді қорғауға байланысты жұмыстар басталады деп. Бірақ менің білуімше, бұл екі елдің ғалымдарының арасында киіктерге байланысты жұмыстар осы күнге дейін де болған ғылыми жұмыстар. Осы ғылыми жұмыстар қандай нәтиже берді? Осы туралы айтсаңыз, біріншісі. Екіншісі, енді өзіңіз білесіз, бұл тек қана киік емес, бұл екі мемлекеттің арасында шекаралық аймақта бізде мынау қарақұйрық тәрізді қызыл кітапқа енген аңдар мекендейді. Мынау соңғы жылдары сіздердің Охотзоопром мекемесінің жұмысының нәтижесінде бұлардың саны күрт өсті. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Қазір Қазақстанның барлық аймағында қарақұйрықтың саны өте жақсы өсіп келе жатыр. Бірақ соңғы кезде мынау Өзбекстанмен шекарада, екі арадағы шекарада бұлардың төлдеуіне байланысты миграциялық проблемалар болды. Осы мәселені сіздер шекарамен қалай шешесіздер? Рахмет сұрағыңызға. Бағана ғылыми зерттеу, бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын мен мына киіктерге деп айтқан жоқ, оны мен мынау аралдың қораған табанына арналған жұмыстар өткізіп жатыр деп біріккен. Ал енді киіктер, бағанағы киіктер жөнінде болса, сол 10 жылғы келісім шарт бойынша жұмысымыз ұйымдастырылып жатыр, онда ғылыми зерттеу жұмыстары да бар. Бірақ бүгінгі ғылыми зерттеу жұмыстары мынау өзбек тарапымен бізде біраз осыған салбыр көзқарас бар. Өздеріңіз білесіздер, тек қана біздің осы мемлекетіміздің бөлінген қаражаттың арқасында бүгін біз киіктің саны сол 3 популяция, біреуі сол анау Қарақалпақстанға, Қарабалпаққа кіретін үстірт популяциясында көбейгені бүгін байқалып отыр. Сонау 2003 жылдары бар жоғы 9 мыңдай киік болса, қазір о жерде 60 мыңбыз. Енді қалған популяцияны білесіз, Орал, Бетпақдала. Ғылыми зерттеу жұмыс тек қана біз мынау сексеуіл жөнінде жүргіземіз. Енді мынау қарақұйрық мәселесі. Шын мәнінде біз осы бағанағы меморандумды мынау конвенция аясында қол қойдық. Конвенция мынау көшіп жүретін жабайы аңдарға арналған. Себебі үстірт палатасында екі жақта да екі ерекше қорғалатын табиғи қорық бар. Бүгінгі күні біз солардың жұмысын нығайта үдете түсу үшін осы меморандумға қол қойдық. Дәл осы бағана сіз айтқан мәселелер сонда қаралады. Мынау пути миграции, төлдеу, сол мәселелерін бірігіп, соны зерттеп, соған бақылау жасайтын жұмыстарын осы меморандум аясында өткізетін боламыз.